Отбасылық өмірдің шырқы енесінің бір ғана ашулы қоңырауынан кейін бұзылды. Балам, әйелін ипотекаға ақшаны тағы аудармады, деп айқайлады. Ол тұтқаның ар жағынан, аузына келгенін айтып. Күйеуі үйге көзі шатынап, ашуға булығып кірді де, бірден талап қойды. Шешеме, дереу 200 000 теңге аудар. Бірақ келіншегі үндеместен сөмкесінен конвертті шығарды. Оның ішіндегі қағаздар бәрін түбегейлі өзгертті. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздерге өмірлік, ғибраты мол жаңа оқиғаны ұсынғалы отырмын. Айгерім әр тиынын санап ұстайтын. Аптасына азық-түлікке қанша кетті? Магдумдағы акциядан қанша үнемдеді? Жаңа шаңсорғышқа қанша алып қойды? Мәрі есебінде жүретін. Бұл әдет оның қанына ірі сауда желісінде бас есепші болып жұмыс істеген сәттен бастап сіңіп кеткен еді. Сандар оның басында өздігінен кестеге тізіліп, болашаққа болжам болып құрылатын. Айына 600 000 теңге, Алматы үшін жаман жалақы емес. Бірақ ақша қолға тиген бойда судай сіңіп жоқ болатын. Ипотека 250 000 теңге. Қыста коммуналдық қызмет 30 000. Екеуінің ішіп жемі, үнемдегеннің өзінде 100 000 теңге. Оған бензин, интернет, бірлік, көлікті сақтандыруды қосымыз. Айдың 25-не қарай Каспіде әр кетсе 50 000 теңге қалатын. Айгерім оны қара күнге немесе арманына. Әріптестері Инстаграмға салатын, теңізге демалысқа деп бөлек депозитке салып қоятын. Азамат ақшаға жеңіл қарайтын. Курьер болып табатын 250 000 теңгесін шүкір деп қанағат тұтатын. Диванда жатқан жоқпын ғой. Жұмыс істеп жүрмін, дейтін ол. Рас, сол тапқанының әрі кетсе 150 000-ын Айгерімге беретін. Қалғаны өзінің көлігіне, жұма күні достарымен сыра ішуге және өзі еркектік шығындар деп атайтын ұсақ түйекке кететін. Айгерім дауласуды қойған. 2 жыл бұрын отбасылық бюджетті тең бөлу туралы әңгімені азаматтың жеке басына тиісу деп қабылдайтын түсінген. Сен мені масыл деп тұрсың ба? Деп бүрсе қоятын ол әр жолы. Мен де жұмыс істеймін. Күні бойы ыстықта рөлде отыру оңай дейсің бе? Айгерім оңай деп ойламайтын. Ол тек ипотека 250 000 болып тұрғанда, ер адамның 250 000 тапқаны аздық ететінін іштей білетін. Бірақ жекесін сақтап, үндемейтін. Сол күні ол үйге кешкі 8-де сүйретіліп әрең жетті. Кеңседегі қарбаластан кейін аяғы ісіп гүлдеп тұр. Миында 90-дық есептің сандары әлі шыр айналуда. Азамат диванда спорттық шалбармен телефонға үңіліп отыр. Үстел үстінде бос тәрелке. Кешегі қалған кеспені жылытып жеп алыпты. Сәлем, деді Айгерім туфлиін шешіп жатып. Сәлем, деді Азамат басын көтерместен. Айгерім ас үйге өтіп, тоңазытқыштан сол кеспені алып, өзіне қойды да шәйнекті басты. Қабырғаның ар жағында көршілер ұрсысып жатыр. Әр сөзі анық естіледі. Ол түйіліп қойды да, ыстық сорпадан ұрттап, бой жазуға тырысты. Бірақ болмады. Ойында тек бір уайым. Жалақыға дейін әлі бір апта бар. Ал картада небәрі 15 000 теңге қалыпты. Қалайда жеткізу керек? Азамат, деп дауыстады ол бөлмеге қарап. Күйеуі басын көтерді. Осы аптада азық-түлікке ақша тастай аласың ба? Жалақыға дейін түбі көрініп қалды. Азаматтың түрі бұзылып кетті. Тағы ма? Өткен аптада ғана бердім ғой. Сен 5 000 ғана бердің, деді Айгерім сабыр сақтап. Ол нан мен сүттен артылмайды. Мен көлікке бензин құйдым. Қазір бағаның қалай шарықтап кеткенін білесің ғой. Айгерім күрсінді. Жарайды, амалдаймын. Дұрыс, деп бас шұлғыды да, Азамат қайтадан телефонына үңілді. Айгерім тамағын ішіп, ыдыс жуып, үстелді сыртты. Азамат орнынан қозғала алмады. Айгерім одан балкондағы қораптарды реттеуді сұрағысы келген еді. Ремонттан кейін қалған заттар жарты жылдан бері қыстық банкілерді алуға кедергі болып тұрған. Бірақ айнып қалды. Бәрібір шаршадым немесе ертең істеймін деп сылтауратары анық. Ал ол
ертең ешқашан келмейді. Сағат 9-да шамасында Азаматтың телефоны шыр етті. Ол экранға қарап, жанданып сала берді. Алло, мама? Сәлем. Айгерім шүберекті ұстаған күйі қатып қалды. Раушан апа сирек, бірақ дәл хабарласатын. Әдетте бұл оған бірдеңе керек екен, немесе денсаулығына, көршілеріне, жалпы өмірге шағымданғысы келетінін білдіретін. Я, мама, бәрі жақсы, деді Азамат. Даусынан Айгерім көптен бері естімеген мейірім байқа қалды. Жұмыстамын ба? Я, шаршаймын әрине. Не болып қалды? Айгерім құлағын тұрды. Енесінің даусы телефоннан да анық. Өктем естіліп тұрды. Не? Деп елең етті Азамат. Рас па? Айгерім қолын сүртіп, бөлмеге кірді. Азамат диванда алға ұмтылып отырып алды. Көздері жанып тұр. Мама, бұл керемет қой, деді ол. Сен үшін қатты қуаныштымын. Қай жерден? Наурызбай ауданында ма? Охо, ол жақта жақсы ЖК-лар салынып жатыр. Неше бөлмелі? 2? Мәссағаған. Айгерімнің іші удай ашып кетті. Жаңа үй, 2 бөлме. Раушан апа. Бұл жай ғана жаңалық емес сияқты. Ал менің бұған қантысым бар, деп сұрады Азамат аңтарылып. Сәл үнсіз тыңдады. Жүзі салмақты тартты. Қосалқы қарыз алушы? Мама, сен шынымен бе? Айгерім жақындай түсті. Не болып жатыр? Деп сыбырлады ол. Азамат күте тұр дегендей қолын сілтеді. Жоқ, мама. Мен қарсы емеспін. Жай күтпеген жаңалық болды. Сен құжаттардың бәрін рәсімдеп, қол қойып қойдың ба? Ол тыңдап басын шұлғыды. Түсінікті. Жарайды. Олай болса әрине уайымдама. Я, қуаныштымын, рас. Ол тұтқаны қойып демін шығарды. Қызық болды, деді Айгерім қайталап. Азамат оған қарап жымиды. Мамам жаңадан салынған үйден пәтер алды. 2 бөлмелі. Онда ақша қайдан жүр? Ипотека қалды. Алғашқы жарнаға жинағаны бар екен. Соны құйып рәсімдепті. Мені қосалқы қарыз алушы етіп жаздыртты. Қосалқы қарыз алушы? Деп қайта сұрады Айгерім. Тамағы құрғап кетті. Я, солай сенімдірек болады дейді. Құдай бетін аулақ қылсын. Оған бірдеңе бола қалса, пәтер маған қалады ғой. Менің қамын ойлағаны. Азамат, сен қандайда бір құжатқа қол қойып пайдың? Қол қойдым әрине. 1 ай бұрын келгенде есінде ме, сол кезде қол қойғанмын. Ол жай ғана формаль нәрсе, үлесте болуың үшін деді. Болашақ үшін ғой. Айгерім дивану шетіне отыра кетті. 1 ай бұрынғы енесінің келісі есінде. Раушан апа бір папка қағазбен келіп, асүйде Азаматпен күбірлесіп отырған. Айгерім ол күні жұмыстан кеш келіп, енесі кетіп қалған болатын. Азамат ештеңе айтпаған. Мамам келіп, шай ішіп кетті дегенде қойған. Сен енді сол ипотекаға жауапты екеніңді түсінесің бе? Деді Айгерім баяу ғана. Азамат қабағын түйді. Қағаз жүзінде ғана ғой. Мамам өзі төлеймін деді. Зейнетақысы бар, оған қоса қосымша жұмыс істейді. Төлей алады. Ал төлей алмаса ше? Ой, төлейді, деп қол сілтеді Азамат. Сен менің шешеме сенбейсің бе? Мен жай ғана түсінгім келеді, деді Айгерім байсалды дауыспен. Егер ол төлей алмаса, төлеу біздің мойнымызға ілінеді. Біздің? Деп қайта сұрады Азамат. Даусынан реніш байқалды. Бұл менің анам, Айгерім. Менің жауапкершілігім. Сен айына 250 мың табасың, деді Айгерім. Оның 150 мыңын маған бересің. Егер оған көмек керек болса, ақшаны қайдан аласың? Онда көбірек жұмыс істеймін, деп күң кетті ол. Көбірек жұмыс істеймін дейсің. Азамат, сен қазір таңғы 10-нан кешкі 6-ға дейін істейсің. Бұл 8 сағат. 12 сағаттап жүретін курьерлер де пәленбай ақша тауып жатқан жоқ. Енді не істеуім керек, деп атылды ол. Шешемді далаға тастайын ба? Кешір, мама. Қатыным қарсы дейін бе?
Ол мені жалғыз өзі өсірді. Әкем мен 3 жаста болғанда тастап тепкен. Мен оқуым үшін, жұрттан қалмай киінуім үшін 2 жерде жұмыс істеді. Енді келіп қартайғанда өмірін реттеймін дегенде, мен теріс айналуым керек пе? Әйгерім үндемеді. Бұл хикаяны 100 рет естіген. Раушан апа шынымен ұлын жалғыз өсірді. Шынымен бейнет көрді. Бірақ ол 20 жыл бұрын болатын. Қазір Азамат 32-де. Әйелі бар. Өз міндеттемелері бар, ересек еркек. Мен тастап кет деп тұрған жоқпын, деді Әйгерім абайлап. Мен тек тәуекелді түсінсең деймін. Түсінемін, деп кесіп айтты Азамат. Керек болса, көмектесуге дайынмын. Ал сен тым болмаса қуана алмайсың ба? Әйгерім оның қырсыққан түріне, қысылған ерні мен суық көзқарасына қарады. Ол әйелін естігісі келмеді. Ол үшін бәрі олай. Ана қасиетті ұғым. Ал Әйгерім жоқ жерден проблема іздейтін үрейшіл әйел. Әрине, деді ол шашаңқы дауыспен. Қуаныштымын. Азамат риза болып басын шұлғыды да телефонын қайта шұқи бастады. Әңгіме бітті. Әйгерім жуынатын бөлмеге кіріп суда ағызып, айнадағы бейнесіне ұзақ қарап тұрды. Шаршаған жүз, көз астындағы қарадақтар, самайындағы 1-2 тал ақ шаш. 30 жас. Жұмыс, үй, ипотека. 250 мың тапқан нерлік көретін күйеу, және енді бұлардың мойнына жоқ. Бұлардың емес, нақты Әйгерімнің мойнына мінген ене. Ол бетін жуып, сүртініп, бөлмеге қайта оралды. Азамат жиналып жатыр екен. Қайда барасың? Викторға, деді ол, күтешесін киіп жатып. Шығып сырашып қайтайық деп еді. Бүгін бейсенбі ғой. Бірақ біз балконды жинаймыз дегенбіз. Ол шырайын бұзды. Әйгерім, ертемші, мен шаршадым. Сәл серкіп қайтайыншы. Әйгерім дауласпады, жай ғана бас шұлғыды. Ол есікті тарс жауып кетіп қалды. Әйгерім жалғыз қалды. Диванға отырып, тізесін құшақтады. Терезе сырты қараңғы. Көршілер әлі ушу. Калькуляторды ашты. 250 мың ипотека, 30 мың коммуналдық, 100 мың азық түлік. Ұсақ түйек те жинала келе қомақты сома болады. 600 мыңнан бәрін алғанда қолда қалар шамалы. Егер Раушан апаға көмектесу керек болса ше. Әйгерім калькуляторды жаба салды. Ары қарай санағысы келмеді. Өздері ешқашан тұрмайтын бөтен пәтердің, бөтен ипотеканың қанша ақша жейтінін білгісі келмеді. Көрпені жамылып, көзін жұмды. Ұйықтай алмады. Көз алдында сандар, Азаматтың түрі және Раушан апаның өктем, сенімді дауыс тұрып алды. Мен қайыршы емеспін ғой. Жай баламның үлесі болғанын қаладым. Әйгерім төбеге қарады. Ертем жұмысқа барады. Кешке келіп тамақ істейді. Азамат диванда жатады. Раушан апа 1 аптадан кейін немесе 2 аптадан кейін тағы хабарласады. Сосын бәрі басталады. Ол мұны іштей сезді. Ауа райы бұзылар алдындағы ауырлық сияқты сезді. 1 ай. Таң қаларлығы, тыныш өтті. Раушан апа хабарласпады, ақша сұрамады. Әйгерім босаңсып, бәлкім енесі шынымен өзі төлей алатын шығар деп үміттене бастады. Азамат анасына 1-2 рет барып, жиһаз құрасуға, қораптары тасуға көмектесті. Риза болып оралды. Анасының жаңа үйін қалай керемет жабдықтап жатқанын, қандай түс қағаз, қандай кафель таңдағанын айтып тамсанды. Әйгерім құлықсыз тыңдап, бас шұлғыды. Бастысы ақша сұрамады. Ол тіпті демалысты жоспарлай бастады. Көптен бері нағыз теңізді, аппақ құмы мен мөлдір суы бар жағажайды армандайтын. Бәрі жаппай ағылатын Түркияның all inclusive емес, ерекше бір жерді қалады. Грекия мысалы, Санторини аралдары. Әріптесі Мадинаның суреттерін көрген еді. Жартастағы ақ үйлер, көп күмбезді шіркеулер, адамның тынысын ашатын теңіздегі күн батысы.
Мадина күйеуімен былтыр барған. Бақытты, тотыққан. Бір-біріне қайта ғашық болып оралған. Міндетті түрде бар, деген ол Айгерімге тамсанып. Өмірдің қаншалықты ғажап екенін сезіну үшін ол жаққа бару керек. Айгерім туроператордың сайтын ашты. Грекияға 2 адамға бір аптаға шамамен 200 000 теңге. Қымбат. Бірақ ол ай сайын 50 000 теңгеден жинап жүрген. Жарты жылда 300 000 жиналады. Тағы 4 ай шыдаса, 2-іне жетеді. Қыркүйекте барса болады. Барқыт маусымы. Теңіз әлі жылы. Туристер аз. Баға да төмендейді. Ол сол бір аптаны елестетті. Теңізге қарап кофе ішу. Азамат жанында. Сабырлы, көңілді, жұмыс жоқ. Бәлкім, сол жақта күнделікті күйбен тірліктен алыста. Олар қайта жақындасар. 5 жыл бұрын үйленген кездегідей Азаматтың оған бүкіл әлемдегі ең сұлу әйелге қарағандай қарайтын сәттер оралар. Айгерім сілтемені сақтап қойды да жымиды. 4 ай деген көп уақыт емес. 2-ші айдың соңында жексенбі күні таңертең қоңырау шалынды. Айгерім ас үйде сырник пісіріп жатқан. Азамат әлі ұйықтап жатыр. Кеше Виктормен түн ортасына дейін отырып қызу келген. Телефон үстел үстінде дірілдеді. Айгерім экранға қарады. Раушан апа? Жүрегі зу ете қалды. Жауап бермеді, күтті. 1 минуттан соң телефон қайта шырылдады. Айгерім қолын сүртіп, тұтқаны көтерді. Алло, Айгерім, қызым? Енесінің дауысы жексенбінің таңғы 9 үшін тым сергек естілді. Қайырлы таң, оятпадым ба? Жоқ, тұрып қойдым. Нұрыс, тыңдашы, саған кішігірім өтінішім бар еді. Міне, басталды деп ойлады Айгерім. Қандай? Түсінесің бе, зейнетақым кешігіп жатыр. Келесі аптада түседі деп уәде берді, бірақ ипотеканың төлемі бүрсігүні. Маған 70 000 теңге аудара тұрасың ба? Келесі аптада ақша түскен бойда қайтарам. Айгерім үнсіз қалды. Раушан апа сөзін жалғастырды. Даусы сәл бәсеңдеп. Сұрамас едің, бірақ банк күтпейді ғой. Пеня қосып жібереді. Несие тарихымды білдіргім келмейді. Жарайды, деді Айгерім. Қазір аударамын. Ой, рахмет, айналайын. Қатты көмектестің. Мен шынымен келесі аптада қайтарам. Сөз беремін. Жарайды, деп қайталады Айгерім де. Тұтқаны қойды. Сол күні 70 000 теңгені аударды. Каспи қосымшасын ашты, Арман деп аталатын депозитінен ақшаны шешіп алды. 300 000-нан 70 000 кетті. 230 000 қалды. Грекия енді 4 ай емес, 5 айға шегерілді. Ештеңе етпес. Қазан айда жаман емес. Немесе қараша? 1 апта өтті. Раушан апа ақшаны қайтармады. Айгерім еске салмады. Күтті. Тағы 1 апта өтті. Тым-тырыс. 3-ші аптада Айгерім шыдай алмай WhatsApp-қа жазды. Раушан апа, 70 000-ды қайтарам деп едіңіз ғой. Жауап 2 хаттан кейін келді. Ой, Айгерім, мүлдем есіне шығып кетіпті. Зейнетақы түсті ғой. Бірақ коммуналканы төлеп, дәрі-дәрмек алдым. Қан қысымым ойнап, қымбат дәрі алуға тура келді. Ештеңе етпес, келесі айда қайтарам. Жарайды. Айгерім жауап жазбады. Телефонды өшіріп тастап, далаға шығып кетті. Есентай өзенінің бойымен ұзақ жүрді, адамдарға қарады. Бәрі бақытты сияқты. Немесе солай көрінуге тырысады. Дәл өзі сияқты. 2 аптадан соң Раушан апа тағы хабарласты. Бұл жолы кешкісін. Азамат үйде болғанда. Тұтқаны күйеу алды. Айгерім әңгімені ас үйден естіп тұрды. Мама, сәлем. Я, жақсы. Не, қанша? 150 000? Айгерім қолындағы қазанымен қатып қалды. Неге сонша көп? Деп сұрады Азамат. Өзін төлей алам деп едің ғой? Түсінікті. Жарайды. Қазір Айгерімге айтайын. Ол ас үйге кірді. Түрі кінәлі,
бірақ қырсық. Мамаға 150 мың керек болып тұр. Не үшін? Деп сабырмен сұрады Әйгерім. Жаңа үйдегі жылу қазандығы бұзылып қалыпты. Қымбат, импортный алу керек екен, әйтпесе қыста тоңып қалады. Ал мен берген 70 мың ше? Әйгерім қабағын түйді. Ол қайтарам деген. Ол түсіндірді ғой, дәрге кетіп қалыпты. Әйгерім ол қайтарамын деді. Қайтарады. Жай қазір мүмкіндігі жоқ. Өзің білесің ғой, жалғыз өзі, зейнетақысы аз. Онда ипотеканы неге алды? Деп шыдай алмай кетті Әйгерім. Тұратын жер болу үшін, деп атылды Азамат. Шет жақтағы ескі бір бөлмелі үйінде шіріп өлсін дейсің бе? Ол жақсыз, суық. Лифтісі үнемі бұзылады. 5-ші қабатқа жаяу шығу оңай дейсің бе? Мен оның жаман тұрғанын қаламаймын, деді Әйгерім. Бірақ біз неге оның пәтері үшін төлеуіміз керектігін түсінбеймін. Біз пәтері үшін төлеп жатқан жоқпыз, деп қарсыласты Азамат. Біз уақытша көмектесіп жатырмыз. Ол бұл соңғы рет деді ме? Өткен жолғыдай. Азамат жұдырығын қысты. Әйгерім, бұл менің анам. Мені жалғыз өзі өсірді. Түсінесің бе? Ешкімнің көмегінсіз. Енді қысылғанда мен теріс айналуым керек пе? Жоқ. Сен өз ақшаңнан көмектесуің керек. Ол тура бір ұрғандай қарады. Өз ақшамнан. Менде өз ақшам жоқ. Мен бәрін отбасына беремін. Сен 100 мың бересің, деді Әйгерім анықтап. Мен ипотека, коммуналка, азық-түлікті төлеймін. Менде айына әр кетсе 50 мың қалады. Оның өзін мен жинап жүрмін. Енді сен менен 150 мың анаңа бер дейсің бе? Аяйсың ба? Деді Азамат ерегісіп. Әйгерім күрсінді, шаршады. Осы әңгімеден күйеуінің оны естігісі келмейтіннен қатты шаршады. Жарайды, деді ол. Ертең аударамын. Азаматтың жүзі жібіп сала берді. Рахмет. Шынымен мамам қатты риза болады. Ол бөлмеге кетті. Әйгерім ас үйде қалды. Каспи қосымшасын ашты. Депозитте 230 мың теңге. 150 мың аударды, 80 мың қалды. Грекия. Енді санаудымға қажеті жоқ. Тым ауыр. Ол қосымшаны жауып, телефонын өшірді. Суып қалған кешкі асты ішіп, жатуға кетті. Азамат жанында қорылдап жатыр. Әйелінің жылағанын байқағанда жоқ. Келесі 2 ай тұмандағыдай өтті. Әйгерім жұмыс істеді, үйге келді, тамақ пісірді, жинады. Азамат анасына барып, бірде онысына, бірде мұнысына көмектесті. Кейде алысқа қайтқым келмейді деп, сол жақта түнеп қалатын. Әйгерім қарсы болмады. Оған жалғыз қалған жеңілірек еді. Раушан апаның қоңыраулары жиілеп кетті. 2 аптада бір рет, бірде 50 мың, бірде 20 мың, бірде 70 мың керек. Себептері әртүрлі. Жарық сөніп қалып, электрикті шақыру керек. Сантехник керек. Көршілері суға кетіпті. Ремонт жасау керек. Әйгерім үндемей аудара берді, дауласпады. Азамат әр жолы алғыс айтып, анасының жақында бәрін қайтаратынына уәде беретін. Әйгерім бас шұғитын. Оның депозиті босап қалды. 80 мың, 60 мың, 40 мың. 3-ші айдың соңында онда небәрі 5 мың теңге қалды. Әйгерім сол санға қарап ештеңе сезбеді. Бос қуыс. Жай ғана бос кеңістік. Жұмыста Мадина жаңа суреттерін көрсетті. Енді Италиядан. Венеция, гондолалар, каналдар, көпірлер. Міндетті түрде сол жаққа бар, деді ол бақыттан бал жанып. Әйгерім жымиып бас шұлғыды. Міндетті түрде, деп келісті ол. Бірақ Италияға да, Грекияға да еш пайда бармайтынын іштей біліп тұрды. 4-ші айдың басында Раушан апа тағы хабарласты. Бұл жолы 250 мың теңге талап етті. Әйгерім оның дауысын тыңдады. Жарқын, сенімді, тіпті кешірім сұраудың нышаны да жоқ. Түсінесің бе, Әйгерім, мынадай жағдай болып қалды.
Осы айда төлем көп шығып тұр. Оған қоса сақтандыруды ұзарту керек. Банк талап етіп жатыр. Әйтпесе, пеня қосамыз дейді. Мен проблема болғаным қаламаймын. Раушан апа, сіз түсінесіз бе? Деді Әйгерім баяу ғана. Мен сізге 3 ай бойы ақша аударып келемін. Сіз қайтарамын деп уәде бердіңіз. Ештеңе қайтарған жоқсыз. Ой, Әйгерім, мен түсіндірдім ғой. Шығындарым көп. Коммуналка, дәрі-дәрмек, ремонт. Маған оңай деп ойлайсың ба? Ал маған оңай ма? Деп сұрады Әйгерім ақырым ғана. Енді сенің жалақың жақсы ғой, деді Раушан апа ренжігендей болып. Ал менде жалаң зейнетақы 120 мың. Мен неменеге өмір сүруім керек? 120 мыңға, деп жауап берді Әйгерім. Миллиондаған зейнеткерлер сияқты. Оларда ипотека жоқ қой. Қосалқы қарыз алушысы да жоқ, деп қарымта қайтарды енесі. Раушан апа, мен бұдан артып бере алмаймын. Шотымда 500 теңге қалды. Жалақыға дейін 1 апта бар. Азық-түлік алатын ақшам жоқ. Ал Азамат ше, деп таңғалды енесі. Ол жұмыс істейді ғой. Ол 250 мың табады. Оның 100 мыңын отбасына береді. Ендеше сол маған берсін, деді Раушан апа. Бұл өте орынды шешім сияқты. Әйгерім тұтқаны қоя салды. Жай ғана қызыл батырманы басты. Қолдары дірілдеп, айқайлақсы, жылақсы, немесе бірденені сындырғысы келді. 1 сағаттан соң Азамат келді. Көңілді, риза, сыра алып алыпты. Викторды қонаққа шақырыпты. Әйгерім ас үйде терезеге қарап отырған. Әйгерім, мамам хабарласты ма? Деп сұрады ол. Ас үйге бас сұғып. Хабарласты. Енді сен аударасың ба? Жоқ. Ол қатып қалды. Қалайша жоқ? Жоқ, өйткені менде ақша жоқ. Қалай ақша жоқ? Сенім жалақым жалт өзмін болды ғой, деді Азамат. 250 мың ипотекаға кетеді. 30 мың коммуналкаға, 100 мың азық-түлікке, қалғаны ұсақ түйекке. Сенің анаң 3 айда менен 450 мың теңге алды. Ештеңе қайтармады. Менің шотымда 500 теңге бар. Жалақыға дейін 1 апта. Азамат үнсіз қалды. Сосын қабағын түйді. Сен асыра сілкеп тұрсың. Выписканы көрсеткенімді қалайсың ба? 450 мың, деп сенімсіз қайталады ол. Мүмкін емес. Мүмкін? Бірінші жолы 700, екінші жолы 150, үшінші жолы 100, сосын 50, тағы 80, өзін сана. Азамат қолмен бетін сипады. Бірақ ол қайтарам деді ғой. Қайтармады, және қайтармайды да. Енді тағы 250 мың талап етіп отыр. Енді берсейші, деп атылды ол. Ол тығырық көкқа тіреліп тұр ғой. Ал менше, Әйгерім оған бұрылды. Азамат, мен демалысқа ақша жинап жүредім. Грекияға барғым келген, армандадым. Барлық ақша сенің анаңа кетті. Мен жаңа жиһаздан, жаңа пальтодан, бәрінен бас тарттым. Мен 3 ай бойы қатаң үнемдеу режимінде өмір сүріп келемін. Ал сен маған тағы бер дейсің бе? Мамам соңғы ақшасын санап отыр, деп айқайлады Азамат. Ал сен салондарды жағалап маникюр жасатып жүрсің. Әйгерім өз қолына қарады. Лактары көшкен, тырнағы сынған, терісі құрғаған. Ол 4 айдан бері салонда болмаған. Қандай маникюр? Деп сұрады ол шашаңқы үнмен. Барасың ғой. Мен чектерді көрдім. Ол 4 ай бұрын болған. Ол кезде жағдайымыз келетін. Азамат асиде әрлі-берлі жүрді. Күртешесін жүйкелене жұлқылады. Жарайды, жақсы. Мен өзім берем шешеме, өз ақшамнан. Сенде 250 мың жоқ қой. Қарыз қалам. Кімнен? Виктордан ба, әлде басқа біреуден бе? Қалай қайтарасың? Ол тоқтап Әйгерімге қарады. Білмеймін, бірдеңе қылармын. Көбірек жұмыс істеймін. Көбірек жұмыс істеймін, деп қайталады Әйгерім. Қаншаға көп? Айына 70 мыңға ма? Бұл жарты есе көп қой. Сен дайынсың ба?
Дайынмын, деп ақырды ол. Өйткені ол менің анам. Мені жалғыз өзі өсірді. 2 жерде жұмыс істеді. Мен оны тастамаймын, кейбіреулер сияқты емес. Ол есікті тарс жауып шығып кетті. Әйгерім ас үйде қалды. Терезе сырты қараңғы. Қабырғаның ар жағында көршілер күліп жатыр. Қонақтар бар ау. Дауыстар, музыка, бокалдардың сыңғыры естіледі. Біреудің бақытты өмірі. Әйгерім телефонын ашып, банк қосымшасына кірді. 500 теңге. Ол Раушан апаға соңғы 5000 теңгені жай ғана, еш түсіндірместен аударды. Сосын хабарлама жазды. Бұл мендегі бар ақша. Енді сұрамаңыз. Жауап 5 минуттан соң келді. Рахмет, айналайын. Көп көмегің тиді. Әйгерім телефонды сөндіріп, басын үстелге қойды да, таңға дейін солай отырды. Әйгерім таңертең басы шақшадай болып оянды. Ішінде бірдеңе сырт етіп сынып, орнына келгендей бір түрлі сезім. Төсекте жатып, төбеге қарады. Көптен бері алғаш рет шаршауды емес, мұздай суық шешімді сезінді. Болды. Жетеді. Бұлай жалғастыру мүмкін емес. Азамат жанында қорылдап жатыр. Таңға жуық келген киіммен құлай салыпты. Виктормен түні бойы отырып, тасбауыр әйеліне шағымданған болу керек. Әйгерім оған қарады. Сақал мұрты өскен, аузы ашық. Перегардың иісі қолқаны қабады. 32 жас. 250 мың теңге табатын курьер. Мамасының баласы. Ол тұрды, киінді де, үйден ақырын шығып кетті. Дала күзгі салқынмен тыныстап тұр. Әйгерім телефонын алып, контактілерден Мақсаттың нөмірін тапты. Университетте бірге оқыған. Кейін ол заңгерлікке, Әйгерім есепшілікке кетті. Кейде ортақ отырыстарда кездесіп тұратын, Инстаграмда сөйлесетін. Мақсат жеке кеңседе жұмыс істейді. Келісім шарттарды сүймелдеумен, кеңес берумен айналысады. Мақсат, сәлем. Кездесе аламыз ба? Заңгерлік кеңес керек еді. Ақысын төлеймін. Жауап 10 минуттан соң келді. Сәлем, Әйгерім. Әрине, бүгін түскі үзілісте Панфилов көшесіндегі кафене. Ыңғайлы ма? Ыңғайлы, рахмет. Ол белгіленген уақыттан 15 минут бұрын келіп, терезе түбіне жайғасты, капучино тапсырыс берді. Мақсат тура сағат 1-де келді. Ұзын бойлы, жинақы, үстінде қымбат костюм. Амандасып, қарсы бетке отырды да, оған барлай қарады. Жүдеу көрінесің. Бар жағдайым сол, деді Әйгерім шынын айтып. Кіндашы. Ол қысқаша, эмоциясыз тек фактілерді баяндап берді. Енесінің ипотекасы, қосалқы қарыз алушы азамат, ақша сұрап мазалайтын қоңыраулар. 3 айда 450 мың теңге. Қайтарамын деген уәде. Қайтарымның жоқтығы. Мақсат тыңдат, басын шұлғып, қойын дәптеріне бірдеңелерді түртіп отырды. Сонымен не білгің келеді? Деп сұрады ол Әйгерім сөзін аяқтағанда. Ол шынымен қанша төлейді? Оның жағдайы көтере ме? Қиыншылық көріп отырған рас па? Әлде өтірік пе? Мақсат қаламын тоқудатты. Анықтама алып, жылжымайтын мүлігін кірістерін тексеруге болады. Бұл 5 шақты күн алады. Бағасы 100 мың теңге болады. Әйгерім түйіріп қалды. 100 мың. Оның шотында 500 теңге бар. Бөліп төлеуге бола ма? Болады, деді Мақсат. Саған қиындық жоқ қой. 50 мыңын қазір, 50 мыңын ыңғай болғанда берерсін. Қазір менде мүлдем жоқ, деп мойындады Әйгерім. Жалақы 3 күннен кейін түседі. Онда жалақыдан кейін, деді Мақсат сабырмен. Мен жұмысты қазір бастай беремін. Саған сенемін ғой. Әйгерім демін шығарды. Рахмет. Ол кафеден жеңілдеп шықты. Көптен бері алғаш рет дұрыс нәрсе істеп жатқанын сезінді. Жай ғана шыдап, ақша беріп үндемей қойған жоқ. Әрекетке көшті. 3 күн азапты ұзаққа созылды. Азамат тұнжырап жүрді. Сұрақтарға келте жауап берді. Раушан апа енді хабарласпады сірә. Ақша бермегенге ренжіген болар.
Әйгерім жұмысқа барды, үйге келді, тамақ пісірді. Бәрі баяғыдай. Тек ішкі дүниесі өзгерген еді. Ол енді өзін құрбан сезінбейтін. Жұма күні жалақы түсті. Әйгерім бірден мақсатқа 50 мың аударды да, бірінші бөлігі. Нәтиже күтемін, деп жазды. Жауап кешке келді. Қызық деректер бар, ертең кездесейік. Олар сол кофейнеде кездесті. Мақсат үстелге қалың папка қойды. Сонымен, Енең Раушан Сейітқызы, 62 жаста, зейнетақысы 140 мың теңге. Жарты жыл бұрын Гоголь көшесіндегі бір бөлмелі пәтерін сатқан. Мәміле агенттік арқылы өткен. Бағасы 25 миллион теңге. Қолма-қол. Әйгерім қатып қалды. 25 миллион? Иә. Міне, сатып алу сату шарты. Көшірмесін ХККО-дағы сон таныстар арқылы алды. Ол қағазды сынды. Әйгерім сандарға, қолдарға, мөрлерге қарады. 25 миллион. Енесі пәтерін 25 миллионға сатқан. Ол ақшаны қайтты? Деп сұрады Әйгерім, қарлаңқы дауыспен. Депозитке салған. Мақсат тағы бір парақты шығарды. Банк үзіндісі. Депозит 6 ай бұрын ашылған. Сомасы 24 миллион теңге. Жылдық мөлшерлемесі 14,5%. Пайыздар ай сайын капитализацияланады. Әйгерім іштей санай бастады. 24 миллионның 14 балырмыштың пайызы. Жылына 3 балырмыштың миллиондай. 12-ге бөлсе, айына шамамен 290 мың теңге. Оған 140 мың зейнетақыны қос, ай сайынғы кірісі 430 мың теңге. Ал ипотекаға қанша төлейді? Деп сұрады Әйгерім. Ипотекасы 15 миллионға рәсімделген. Бастапқы жарна 5 миллион салған. Ай сайынғы төлемі 160 мың теңге. Қосалқы қарыз алушы күйеуің азамат. Әйгерім орындыққа шалқайды. Басында бүкіл картина құрала бастады. 430 мың кіріс. 160 мың ипотека. Коммуналка мен ішіп жемге, өмір сүруге 270 мың теңге қалады. Бұл бір адамға артығымен жетеді. Бірақ ол қоңырау шалып, жылап, ақша талап етті. Ал Әйгерім соңғы тиынын жырып беріп отырды. Тағы бірдеңе бар ма? Мақсат телефонын шығарып сурет ашты. Бұл оның Инстаграм парақшасы. Соңғы посттарын қара. Әйгерім телефонды алды. Түркиядан суреттер. Жағажай, теңіз, швед үстелі, бассейн. Астына жазған жазбасы. Ақыры демалысқа да жеттім. Еңбегім сіңді ғой. Күні 2 апта бұрын. Мұндай тур қанша тұрады деп сұрады Әйгерім. Жауабын білсе де. Туроператорлардан қарадым. Жылдың бұл мезгілінде мұндай қонақүйге бір апталық тур 1 миллион 200 мыңнан 1,5 миллионға дейін барады. Әйгерім суреттерді парақтады. Енесі шезлонгте жатыр. Енесі теңіз өнімдері толы үстел басында. Енесі экскурсияда. Бақытты, риза. Еңбегі сіңітті. Тағы не бар? Деп сұрады Әйгерім ақырын. Мақсат соңғы парақты шығарды. Хат алмасу. Енеңнің көршісімен араласатын бір таныс арқылы қол жеткіздім. Көршісінің аты Ләззат. WhatsApp'та жазысқандары. Әйгерім Раушан апаның құрбысы Ләззатқа жазғанын оқыды. Ләззат, сенбейсің, мен қалай керемет келістірдім. Балам енді қосалқы қарыз алушы. Мен ең минималын төлеймін. Қалғанын соған итере саламын. Ал өзім депозиттің пайызына шалқып өмір сүремін. Міне, Түркияға да соның арқасында бардым. Келінім әрине анда-санда міңгірлейді, бірақ азамат оның аузын тез жабады. Ол мені пір тұтады ғой. Жалғыз өзім өсірдім емес пе? Не айтсам соны істейді. Ләззат, мен сараң емеспін. Жай ғана біреудікі тұрғанда өз ақшамды несіне құртам. Пәтер бәрібір түбінде азаматқа қалады. Қазірден бастап құя берсін. Әйгерім оқып отырып көзіне сенбеді.
Адам соншалықты арсыз, соншалықты есепшіл болуы мүмкін бе? Ол енесінің жаңа пәтерінде кофе ішіп, Түркияның суреттерін қарап, құрбысына қалай қатырдым деп жазып отырғанын елестетті. Ал сол уақытта Айгерім соңғы 1000 теңгесін аударып, Грекиядан, демалыстан, бәрінен бас тартып жүр. Жете ме? Деп сұрады Мақсат. Артығымен, деп дем шығарды Айгерім. Не істейсің? Білмеймін, деп мойындады ол. Бірақ үндемей қалмайтыным анық. Мақсат бас шұлғыды. Көмек керек болса айт. Талап арыз, ақшаны қайтару туралы ресми хат дайындап бере аламын. Немесе сотқа дейін баруға болады. Рахмет. Мен ойланайын. Ол папканы алып далаға шықты. Үйге қарай баяу аяңдады. Азаматқа көрсетсе не болады? Сенбейді. Жасатқансың. Өтірік дейді. Немесе мамамның құқығы бар деп шығады. Ол қашанда анасының жағында. Әрқашан. Жоқ, азаматқа көрсету бекер. Басқаша әрекет ету керек. Айгерім үйге келіп компьютерге отырды. Мақсат берген папкадағы құжаттардың бәрін сканерлеп, флешкаға сақтады. Ең маңыздыларын басып шығарды. Ескі пәтерді сату шарты. Депозиттік шоттың үзіндісі. Ләззатпен хат алмасудың скриншоттары. Түркиядағы суреттер және турдың бағасы. Ол бәрін қалың, үлкен конвертке салып, үстел тартпасына құжаттардың астына жасырып қойды. Күтті. Көп күттірген жоқ. Бір аптадан соң Раушан апа хабарласты. Бұл жолы Айгерімге емес, тікелей Азаматқа. Сенбі күні таңертең болатын. Айгерім ас үйде кофе жасап тұрған. Бөлмеде телефон шыр ете қалды. Азамат ұйқылы ояу жауап берді. Кенет оның дауысы қатты, әрі үрейлі шықты. Не? Мама, сабыр сақташы. Не болды? Айгерім ас үйден шықты. Азамат төсекте отыр, шашы ұйпа-тыйпа. Телефонды құлағына жабыстырған. Я, мама, түсіндім. Қанша? 250 мың? Неге сонша көп? Түсінікті. Ол Айгерімге қарады. Жүзі ширыққан, кінәлі. Күте тұр, мама. Қазір Айгеріммен сөйлесейін. Я, міндетті түрде, уайымдама. Ол тұтқаны қойып, орнынан тұрды да Айгерімге жақындады. Мамамда проблема болып тұр. Қандай? Оған шұғыл 250 мың теңге керек. Осы айда төлем көп дейді. Сақтандыруды ұзарту керек екен. Төлемесе, банк пеня қосамыз деп жатыр. Азамат, мен оған 3 айда 450 мың теңге бердім. Мен білемін. Ол қолымен бетін сипады. Бірақ ол қиын жағдайда тұр ғой. Айгерім, түсінші, о жалғыз, оған қиын. Ал маған оңай ма? Сенім жалақың. Жоқ, біздің бар табысымыз ипотекаға, тамаққа кетіп жатыр. Азамат, менде 250 мың жоқ. Бар, деп қысықты ол. Сен ай сайын жинайсың ғой. Сенде қор болу керек. Қор сенің шешене кетті. Ол жұдырығын қымқысты. Айгерім, бұл менің адам. Мені жалғыз өзі өсірді. Ол көмекке лайық. Ал сен жай ғана сараңсың. Саған анам үшін ақша қимайсың. Сен тек өзіңді, өзіңнің демалысыңды, Грекияңды ойлайсың. Ал анам бейшара күй кешсін дегің келеді. Иә, деді Айгерім үнсіз ғана. Оның бұрмаланған жүзіне, дірілдеген қолына қарады. Ол айтқан сөзіне шын сеніп тұр. Айгерімді шынымен сараң эгоист деп, ал шешесін бейшара жалғыз басты әйел деп санайды. Сен оның шотында не бар екенін білесің бе? Деп сұрады Айгерім ақырын. Не? Азамат түсінбей қалды. Шотында, депозитінде қанша ақша барын білесің бе? Ол қабағын түйді. Мен қайдан білейін? Онда зейнетақысы бар, 140 мың. Басқа ештеңесі жоқ. Ол жұмыс істемейді ғой. Ол ескі пәтерін сатты, деді Айгерім. Жарты жыл бұрын 25 миллион теңгеге. Ақшаны депозитке салды. 14,25% пайызбен. Айына 300 мыңға жоқ пайыз алады.
плюс зейнетақысы бар. Айына 400 мыңнан астам таза кірісі бар. Азамат оған кірпік қақпастан қарап қалды. Сен не оттап тұрсың? Шындықты айтып тұрмын. Ол ипотекаға 160 мың төлейді. Өмір сүруге 270 мыңы қалады. Бұл артығымен жетеді. Бірақ ол өз ақшамды құртқанша балалардығын алайын деп шешкен. Маған хабарласып ақша талап етеді. Ал өзі пайызына өмір сүріп Түркияда қыдырып жүр. Сен өтірік айтасың деп ырылдады Азамат. Өтірік емес, дәлел керек пе? Ол үстерге барып тартпаны ашты да, конвертті алып Азаматқа ұсынды. Ол алып, біраз ұстап тұрды да, ашып, қағаздарды суырып алып, оқи бастады. Әйгерім оның жүзінің қалай өзгергенін бақылап тұрды. Алғашында сенімсіздік, кейін абдырау, сосын шок. Ол парақтарды аударып, оқып, қайта оқыды. Сату шарты, депозит үзіндісі, скриншоттар, Түркиядағы суреттер. Бұл қолдан жасалған, деді ол әлсіз дауыспен. Жоқ, бұл ресми құжаттар. ХККО-дан алынған куәландырылған көшірмелер, банктен алынған үзінді, көршісі Ләззатпен жазбаларының скриншоты. Бәрі шынайы. Азамат еденге бөлменің қақ ортасына отыра кетті. Конверт қолынан сырғып түсті. Ішіндегі қағаздар шашылып қалды. Ол бір қағаздарға, бір Әйгерімге, сосын қайтадан қағаздарға қарады. Ол олай істеуі мүмкін емес, деп сыбырлады ол. Мүмкін, істеді де. Бірақ ол менің анам ғой. Ол мені алдамас еді. Алдады. 3 ай бойы алдады. Ал сен маған сенбедің, оны қорғадың. Мені сараң деп атадың. Ол үндемеді. Парақтардың бірін алды да дауыстап оқыды. Тілі күрмеліп. Ләззат, сенбейсің. Мен қалай керемет келістірдім. Балам енді қосалқы қарыз алушы. Мен ең минималден төлеймін. Қалғанын соған етерем. Ал өзім депозиттің пайызына шалқып өмір сүремін. Міне, Түркияға да соның арқасында бардым. Оның даусы дірілдеп кетті. Келесі парақты аударып оқыды. Келінім әрине міңгірлейді, бірақ Азамат оның аузын тез жабады. Ол мені пір тұтады ғой. Жалғыз өзім өсірдім. Не айтсам соны істейді. Ол үнсіз қалды. Қағазды умаждап қысып алды. Өңі бозарып кетті. Ол мен туралы осылай, біз туралы осылай депті ғой. Я, деді Әйгерім суық қандылықпен. Дәл солай. Сен ол үшін құралсың. Ыңғайлы, тілалғыш, басқаруға оңай құрал. Ал мен кедергімін. Мені аттап өту керек. Сол үшін сен арқылы аттап өтіп отыр. Азамат басын көтерді. Көзінде жас тұр. Мен білмедім, Әйгерім. Ант етемін, білмедім. Мен саған айтуға тырыстым. Сен тыңдамадың. Мен ойладым, ол шынымен қиын жағдайда деп. Ол үнемі ақша жетпейді деп жылайтын. Ол үнемі өтірік айтты. Ал сен маған емес, оған сендің. Ол бетін қолмен жапты. Иықтары селкілдеп кетті. Әйгерім оған қарап тұрып, не аяушылық, не ашу сезбеді. Жай ғана бос қуыс. Ол өз таңдауын талай рет жасаған. Әр жолы анасын таңдады. Ал енді шындықты білген соң жылап отыр. Енді не болады? Деп сұрады ол басын көтерместен. Ендігісін сен шешесің, деді Әйгерім. Маған сенесің бе? Әлде тағы да анаңа жүгіріп барып, оны қорғап, ақтап аласың ба? Оның құқығы бар. Бұл оның ақшасы дейсің бе? Оның ақшасын өзі қалай жаратса да, еркі өзінде деп, маған қысым жасап, тағы ақша сұрайсың ба? Жоқ, деді Азамат қарлығып. Жоқ, мен олай етпеймін. Әйгерім, кешірші, мен ақымақ болыппын. Болдың, деп келісті ол. Не істеуім керек? Оған хабарлас. Түркияны, депозитті 25 миллионды сұра.
Неге өтірік айтқанын сұра. Азамат еденен тұрды, телефонын алды. Ұзақ қарап тұрды да қайта орнына қойды. Ала алмаймын. Қазір емес. Онда ол өзі хабарласады. 1 сағаттан кейін. Не 2 сағаттан кейін. Ақша аударды ма? Деп сұрайды. Сонда сен тағы да екеуміздің ортамызда қаласың. Мен оның жағына шықпаймын, деді ол нық дауыспен. Енді шықпаймын. Әйгерім бас шұлғыды. Сенгісі келді. Бірақ сөзге емес, тек іске сенетін халге жеткен. Раушан апа 3 сағаттан кейін хабарласты. Азамат диванда түтігіп, жұдырығын қысып отырған. Әйгерім асиде. Әр сөзді естіп тұрды. Азамат, не болды? Енесінің сергек дауысы тағатсыздана естілді. Әйгерім аударатын болды ма? Жоқ, мама, аудармайды. Қалайша аудармайды? Дауысы өзгеріп сала берді. Азамат, мен саған түсіндірдім ғой. Маған шұғыл ақша керек. Банк күтпейді. Мама, Әйгерімде ақша жоқ. Қалай жоқ? Оның жалақысы 600 мың. Ол біздің ипотекаға, тамаққа кетіп жатыр. Ал сен 3 айда одан 450 мың алдың. Бір тиынын да қайтармадың. Мен түсіндірдім ғой, менде шығындар көп. Қандай шығындар, мама? Деп сұрады Азамат шаршаңқы үнмен. 1,2 миллионның Түркиясы ма? Тыныштық орнады. Сосын енесі бұрынғыдай сенімді емес. Сен Түркия туралы қайдан білесің? Суреттер мен құжаттарды көрдім. Ескі пәтеріңді 25 миллионға сатқан шартымды. 24 миллион депозитіңді 14-25%бен. Айына 300 мың пайыз алатыныңды. Ләззат тәтемен жазысқаныңды, қалай қатырдым деп мақтанғаныңды бәрін көрдім. Азамат, мен түсіндіре аламын. Керек емес, деп бөліп жіберді ол. Мен бәрін түсіндім. Сен маған, Әйгерімге, бәрімізге өтірік айттың. Сен кедей емессің. Сенің айына 400 мыңнан астам кірісің бар. Сен жай ғана өз ақшамды құртқанша бұлардыкін алайын деп шешкенсің. Менің аяушылығымды, парыз сезімімді пайдаландың. Ал мен ақшмақ сияқты соған сендім. Балам, сен түсінбейсің. Енесінің дауысы дірілдеп кетті. Бірақ Әйгерім одан өкінішті емес, ашуды естіді. Бұл ақша менікі. Мен оны еңбекпен таптым. Қалай жаратам? Өз еркім. Еркің деп келісті Азамат. Бірақ онда төлейтін түгім жоқ деп өтірік айтпа. Бізден талап етпе. Өзім төле. Жағдайын жетеді ғой. Ах, солай ма? Деп шаң етті Раушан апа. Бұл сенің қатының. Бәрін сол істеп отыр. Сені маған қарсы қойған сол. Көре алмайды. Менің ақшам барына іші күйеді. Онда ақша жоқ. Өйткені ол бәрін саған берді, деп айқайлады Азамат. Соңғы тиынына дейін. Сен үшін демалысынан бас тартты. Ал сен сол кезде Түркияда тайраңдап жүрдің. Мен ол демалысқа лайықпын, ал ол жоқ. Енесі үндемей қалды. Сосын бәсеңдеу. Бірақ әлі де өкпелі дауыспен. Азамат, мен сенің анаңмын. Мен сені жалғыз өсірдім. Сенің менімен бұлай сөйлесуге хақың жоқ. Хақым бар, деді ол қатқыл үнмен. Өйткені сен маған, әйеліме, бәрімізге өтірік айттың. Бұл опасыздық, мама. Сен бұған әлі өкінесің, деп тістенді енесі. Сөзімді есіне сақта. Қатының ертең сені тастап кетеді, ал анаң қалады. Егер ол кетсе, тек сен үшін кетеді. Ол тұтқаны қойды. Азамат бір нүктеге қадалған күйі отырып қалды. Әйгерім ас үйден шығып жанына барды. Жарайды, жарайсың, деді ақырын. Өзімді жарайсың деп сезініп тұрған жоқпын, деп жауап қатты ол. Өзімді нағыз ақымақ сезініп тұрмын. Бастысы сен түсіндім. Ол Әйгерімге қарады. Енді не болады?
Енді ол не бізді жайымызға қалдырады, не өзі келіп жанжал шығарады. Арқайлайды, қорқытады, кіналайды. Дайын болу керек. Келеді дейсің бе? Сенімдімін. Раушан апа келесі күні жексенбінің таңында келді. Есіктің қоңырауын ұзақ, тоқтаусыз басты. Әйгерім есікті ашты. Енесі табалдырық тағып қызыл болды. Шашы ұйпа-тұйпа, көзі жанып тұр. Сен, деді ол түкірігі шашырап. Бәрін білдірген сен. Мені аңдып, баламды маған қарсы қойған сен. Сәлеметсіз бе, Раушан апа, деді Әйгерім сабырмен. Үйге кіріңіз. Кірмеймін. Мен айтарымды осы жерде айтамын. Жылан, арамызға от жаққан сен. Ол туған анасын тастап кетсін дейсің бе? Жоқ, мен бұған жол бермеймін. Естідің бе? Жол бермеймін. Мама, тынышталшы. Азамат бөлмеден шықты. Кірші үйге, адам құсап сөйлесейік. Адам құсап? Деп тулады енесі. Кешегі сөзінен кейін бе? Туған анаңды өтірікші деп атағаннан кейін бе? Сен өтірікшісің, деді Азамат нық. Раушан апа үйге лап қойып кірді де залға өтті. Әйгерім мен Азамат соңынан ерді. Енесі бөлменің ортасында сөмкесін қысып ұстап ентігіп тұр. Сендер мені аңдытқансыңдар ма? Деп айқайлады. Менің жеке өміріме қол сұқтыңдар. Бұл заңсыз. Бұл заңды, деп қарсы шықты Әйгерім. Барлық құжаттар заңгер арқылы ресми түрде алынған. Сату шарты ашық ақпарат. Депозит үзіндісі де. Ал хаттарды құрбыңыз Ләззат берді. Ләззат, сатқын, деп шыңғырды енесі. Мен онымен енді сөйлеспеймін. Ол өз шаруаңыз, деді Әйгерім иығын қиқан еткізіп. Мәселе онда емес. Мәселе сіздің бізге үнемі өтірік айтып, ай сайын 400 мыңнан астам кірісіңіз бола тұра, ақша жоқ деп жылағаныңызда. Мен демалысынан бас тартып жүргенде, сіз Түркияда қыдырып жүрдіңіз. Құрбыларыңызға қалай алдадым деп мақтандыңыз. Бұл менің ақшам, деп ақырды енесі. Менікі. Мен оны еңбекпен таптым. Қалай өмір сүрем, өзім білем. Білесіз, деп бас шұлғыды Әйгерім. Онда бізден сұрамаңыз. Ипотекаңызды өзіміз төлеңіз. Жағдайыңыз жетеді ғой. Ал пәтер кімге қалады? Деп сақ ете қалды Раушан апа. Азаматқа қалады. Демек, ол қазірден бастап құюы керек. Демек, сіз әу бастан ол төлейді деп жоспарлағансыз ғой, деді Әйгерім суық үнмен. Ал өзіңіз депозитке сеніп, шалқып өмір сүресіз. Раушан апа ернін жымқырды. Мен оның анасымын. Көмек сұрауға хақым бар. Көмек деген адам шынымен қиналып тұрғанда беріледі, деді Азамат. Ал сен қиналған жоқсың, мама. Сенде бәрі жақсы. Сен жай ғана сараңсың. Жаңа пәтерді де алғың келді. Ақшаңды да сақтап қалғың келді. Біздің есебімізден. Раушан апаның өңі қуарып кетті. Қалай дәтің барады? Мен сені жалғыз өсірдім. 2 жұмыста істедім. 20 жыл бұрын, деді Азамат шашаңқы үнмен. Мен ол үшін ризамын, шын айтам. Бірақ бұл сағаған қазір мені алдауға құқық бермейді. Менің әйелімнің ақшасын сорып алуға құқық бермейді. Әйелің? Деп мырс етті енесі. Ол сені байқұс екеніңді білген күні тастап кетеді. Мен одан мені асырауды сұрап отырған жоқпын, деп араласты Әйгерім. Мен екеумізді өз жалақыммен асырап отырмын. Ал сіз менің есебімнен күн көргіңіз келді. Ах, солай ма? Раушан апа оған бұрылды. Жарайды. Ендеше тыңдап ал, келінжан. Мен барлық туыстарға, Азаматтың жұмысына, достарына, көршілерге, бәріне сенің қандай екеніңді жаям. Қарт енесіне бір тыйым бермей, көшеге қуған қатыгез, сараң келін деп айтам. Көреміз сосын, жұрттың бетіне қалай қарайтыныңды. Айта беріңіз, деді Әйгерім сабырлы қалпын бұзбастан. Ал мен оларға құжаттарды көрсетемін.
Сіздің 25 миллионға сатқан пәтеріңіздің шартын, депозит үзіндісін, ләззатқа жазған хаттарыңызды, Түркиядағы суреттеріңіз бен турдың бағасын. Жұрт көрсін, кімнің шын мәнінде сараң, кімнің өтірікші екенін. Ят кімге болар екен? Енесі аузын ашып барып, қайта жапты. Тығырыққа тірелгенін түсінді. Жүзі сұрланып, көзінен өшпенділік ұшқыны шашырады. Сендер әлі өкінесіңдер, деп ысылдады ол. Мен бұны кешірмеймін. Мама, кетші, деп өтінді Азамат. Жай ғана кетші, өтініш. Раушан апа сөмкесін жұлып алып, есікке қарай ұмтылды. Табалдырықта тоқтап, артына бұрылды. Азамат, егер сен қазір мені емес, оны таңдасаң, бұдан былай маған бала емессің. Бұл боп салау, мама, деді ол ақырын ғана. Және ол енді іске аспайды. Ол есікті тарс жауып шығып кетті. Азамат пен әйгерім бөлменің ортасында қалды. Терезе сыртында жел ұлып, сарғайған жапырақтарды асфальтқа үйіріп жатыр. Күз суық, сұрғылт, аяусыз. Ол қайтып келе ме? Деп сұрады әйгерім. Білмеймін, деді Азамат. Бірақ келсе де кешірім сұрап келмейді. Ол қатесін мойындай алмайды. Әйгерім терезеге жақындап төмен қарады. Енесі подъездің алдында тұр екен. Жекелене темекі шегіп, телефонына қарады да, кілт бұрылып, аялдамаға қарай жүріп кетті. Әйгерім оның қарасы бұрылыстан жоғалғанша қарап тұрды. Енді не істейміз? Деп сұрады Азамат артынан. Күтеміз, деді әйгерім. Не ол бізді жайымызға қалдырады, не басқа біреу арқылы қысым жасауға тырысады. Туыстарға, достарға шағымданады, жылайды, бізді құбыжық етіп көрсетеді. Онда ше? Онда мен барлық құжаттарды ресми түрде туыстарға, WhatsApp чаттарға жіберемін. Бәрі шындықты білсін. Азамат келіп оны артынан құшақтады. Иығын иығына қойды. Кешір мені. Саған сенбегенім үшін, оны қорғағаным үшін, соңғы ақшанды беруге мәжбүрлегенім үшін. Сен білмедің ғой. Білуім керек еді. Саған сенуім керек еді. Сен менің әйелімсің. Ал мен анамды таңдай бердім. Әйгерім бұрылып оның көзіне қарады. Ең бастысы, қазір сен мені таңдадың. Ол басын шұлғып, қаттырақ құшақтады. Олар ұзақ уақыт үнсіз тұрды. Терезе сыртындағы жел мен үйдегі тыныштықты тыңдап. Көп айдан бері алғаш рет әйгерім жеңілдегенін сезді. Қуаныш емес, бақыт емес, жай ғана жеңілдік. Шындық ашылды. Бәрі өз орнына келді. Үстел үстіндегі телефон дірілдеді. Әйгерім барып, экранға қарады. Раушан ападан хабарлама. Ашты. Қысқа әрі зәрлі. Сендер әлі өкінесіңдер. Мен кек алудың жолын табамын. Әйгерім Азаматқа көрсетті. Ол оқыды, басын шайқады. Ол тынышталмайды. Білемін, деді әйгерім. Бірақ мен кез келген нәрсеге дайынмын. Қоңырау әдеттегідей сенбі күні таңертең шыр етті. Әйгерім ас үйде кофеге қант салып тұрған. Терезе сыртындағы аспан сырғот. Азамат әлі ұйықтап жатыр. Кеше жұмыстан кеш, шаршап келген. Бөлмеде оның телефоны шырылдағаны. Ұйқылы ояу бірдеңе деп күн кеткені. Сосын кенет оянып кеткені естілді. Не? Мама, тоқташы. Мен ештеңе түсініп тұрған жоқпын. Әйгерім қолындағы шынаяқпен қатып қалды. Енесінің дауысы ас үйге дейін анық естіліп тұрды. Қатты, истерика аралас, жаншырған дауыс. Балам, әйелің ипотекаға тағы ақша аудармады, деп айқайлады Раушан апа тұтқаның ар жағынан. Мен 3-ші күн күтіп отырмын. 3-ші күн. Банк хабарласып, төлем талап етіп жатыр. Маған пене қосылады. Азамат, естіп тұрсың ба? Әйгерім шынаяқты үстелге қойып, ақырын ғана бөлмеден шықты. Азамат төсекте отыр. Шашы үрпіген, көзі қызарған. Мама, сабыр сақташы.
Я түсіндім. Қанша? 200 мың. 200 мың. Енесінің даусы одан сайын зорайды. Қарыз жиналып қалды. Банк айыппұл саламыз деп қорқытып жатыр. Азамат, мен пәтерден айырылып қалуым мүмкін. Түсінесің бе? Бәрі сенің қатынының кесірінен. Ол әдейі төлемей отыр. Менің далада қалғанымды қалайды. Азамат атып тұрып, джинсісін шапшаң кие бастады. Я, мама, қазір шешемін, уәде беремін. Ол телефонды төсекке лақтырып, Әйгерімге бұрылды. Жүзі қып-қызыл, ашудан қисайып кеткен. Сен мүлдем есіріп кеттің бе? Деп ақырды ол. Тіпті тыңдағысы да келмеді. Шешем соңғы ақшасын санап отыр. Ал сен салондарды жағалап, маникюр жасатып жүрсің. Әйгерім үндемеді. Оған сабырмен суық қарады. Азамат креслодағы күртешесін алып, киіп жатып айқайын тоқтатпады. 3 күн. Ол 3 күн күткен. Ал сен ақша аударуға да жарамадың. Саған не болған, Әйгерім? Бұл деген қарапайым адамгершілік қой. Ол бөлмеде әрлі-берлі жүріп, күртешесін түймелеп, кілтін іздеді. Төсектегі телефон қайта шыр етті. Азамат жұлып алды. Я, мама, осындамын. Я, мен онымен сөйлесіп жатырмын. Уайымдама, ол аударады. Өзім қадағалаймын. Ол тұтқаны қойып, қайтадан Әйгерімге оқталды. Тынысы жиілеп, қолы дірілдеп тұр. Әйгерім, дереу шешеме ақша аудар. Қазір. Жоқ, деді Әйгерім байсалды. Азамат қатып қалды. Не? Жоқ, аудармаймын. Оның түрі күреңтіп кетті. Сен мазақ қылып тұрсың ба? Шешем пәтерінен айырылуы мүмкін. Оған пеня қосылады. Несие тарихы бұзылады. Не істеп тұрғанымды түсінесің бе? Түсінемін, деп бас шұлғыды Әйгерім. Телефон тағы шырылдады. Азамат тұтқан алып, құлағына басты. Мама? Я, ол бас тартып тұр. Білмеймін неге екенін. Әйгерім, мамам сұрап жатыр. Неге аудармайсың? Одан Түркия туралы сұрашы, деді Әйгерім ақырын ғана. Азамат қабағын түйді. Не? Одан Түркия туралы. Депозиттегі 24 миллион туралы. Ләззат тәтемен жазысқан хаттары туралы сұра. Біз бұны бір апта бұрын талқыладық қой. Әлде ұмытып қалдың ба? Ол аузын ашып барып, қайта жапты. Тұтқаның ар жағында енесі әлі айқайлап жатыр. Азамат телефонды құлағына баяу апарды. Мама, күте тұршы. Жоқ, кінәлі ол емес. Мама, біз сөйлестік қой. Не сөйлестіңдер? Деп шаңғы етті Раушан апа. Азамат, сен кім жақсың өзі? Мен сенің анаңмын. Мені тонап жатыр. Ал сен үндемейсің. Азамат бір Әйгерімге, бір телефонға, сосын қайтадан Әйгерімге қарады. Көзіндегі абдырау ашуға ұласты. Мама, мен қайта хабарласамын, деді ол келте қайырып, өшіре салды. Әйгерімге ұмтылып иығынан қысып ұстады. Шешеме дереу 200 мың аудар, деп бетіне айқайлады. Төлемі кешігіп жатыр, пеня қосылады. Естіп тұрсың ба мені? 200 мың, дәл қазір. Әйгерім оны қолынан босап шығып, бұрылып, үстелге қарай беттеді. Азамат соңынан қалмай, қайда барасың? Мен сенімен сөйлесіп тұрмын, Әйгерім, деп айқайлады. Ол үстелге жақындап тартпаны ашты да. 2 апта бойы сақтаған қалың конвертті алып Азаматқа ұсынды. Мә, ал. Ол бір қадам жерде тоқтап, конвертке үңілді. Бұл не? Аш? Азамат конвертті жұлып алып, ішін ақтарды. Бір уыс қағаз, распечаткалар, скриншоттар, суреттер. Ол бірінші парақты суырып алып, оқи бастады. Өңі бозарып, қолы дірілдеп кетті. Бұл қайдан? Ары қарай оқы, деді Әйгерім суық үнмен. Ол Раушан апаның пәтер сату шартын парақтады. Бағасы 25 миллион теңге. Күні, 6 ай бұрын.
Депозит шотынан үзінді. 24 миллион теңге. 14,5%. Ай сайынғы пайызы 290 мың теңге. Ләззатпен жазысқан хаттардың скриншоттары. Сенбейсің, мен қалай керемет келістірдім. Түркиядағы суреттер. Бақытты енесі бассейн жағасындағы шезлонгте. Турдың жарнамасы. Бір аптаға 1 миллион 200 мың. Азамат соңғы параққа келіп тоқтады да, дауыстап тұтыға оқыды. Келінім. Әрине міңгірлейді. Бірақ Азамат оның аузын тез жабады. Ол мені пір тұтады ғой. Жалғыз өзім өсірдім. Не айтсам соны істейді. Қағаз қолынан сусып түсіп кетті. Ол бір нүктеге қарап теңселіп тұрып қалды. Жүзі сұрланып, ерні дірілдеп тұр. Бұл шындық па? Шындық, деп аяқтады Әйгерім. Сенің шешең 3 ай бойы үзіліссіз өтірік айтты. Оның айына 400 мыңнан астам кірісі бар. Зейнетақысы мен депозит пайызы. Ипотекаға 160 мың төлейді. Өмір сүруге 270 мың қалады. Бұл артығымен жетеді. Бірақ ол үнемдегісі келді. Біздің есебімізден, менің есебімнен. Азамат бөлменің ортасына еденге отыра кетті. Қағаздарды дірілдеген қолымен жинап қайта оқи бастады. Әйгерім оның төбесінен қарап тұрды. Мен 3 ай бойы сенің анаңның пәтеріне төредім, деді ол ақырын. Бірақ анық. Ал ол өзінің 25 миллионына шалқып өмір сүріп демалып жүр. Мен болсам демалыстан бас тарттым. Сен білесің бе? Азамат жауап бермеді, парақтап оқи берді. Скриншотқа жеткенде тоқтап бірнеше рет қайталап оқыды да көзін жұмды. Оған хабарлас, деп ұсынды Әйгерім. Түркия туралы сұра. Ол хабарласпады. Жай ғана басын құшақтап, еденде отыра берді. Иығы селкілдеп кетті. Әйгерім оғаннан аяушылықсыз, ашусыз, жай ғана шарап тұрды. Ол талай ай бұрын өз таңдауын жасаған. Оған айқайлады, анасын қорғады. Әйелін Саранен деп атады. Қайта-қайта ақша аударуды талап етті. Ал енді еденде отырып жылап жатыр. Телефон тағы шыр етті. Әйгерім еңкейіп, еденнен алды. Раушан апа. Ол қызыл батырманы басып, қоңырауды үзді де, телефонды үстелге қойды. Енді не болады, деп сұрады Азамат қарлығып, басын көтерместен. Ендігісін сен шешесің, деді Әйгерім. Сен кімнің жағындасың? Менің бе, әлде оның ба? Сенің, деді ол бірден. Әйгерім, ант етемін, мен білмедім. Мен ойладым, ол шынымен сен білгің келмеді, деп бөліп жіберді ол. Мен саған талай рет айтуға тырыстым. Сен тыңдамадың, айқайладың, оны қорғадың, маған қысым жасадың. Ол басын көтерді, беті жасқа жуылған, қызарған, бейшара кейіпте. Енді не істеуім керек? Өмір сүреміз, деп иығын қиқан еткізді Әйгерім. Және оған енді көк тиын аудармаймыз. Ал егер ол тағы хабарласса, талап етсе ше? Хабарласады, деп бас шұлғыды Әйгерім. Және бір рет емес. Келеді, жаңжал шығарады, айқайлайды, қорқытады. Мен бұған дайынмын, ал сен ше? Азамат үндемеді. Сосын баяу бас шұлғыды. Дайынсың ба? Көреміз, деді Әйгерім. Құрғақ үнмен, және бөлмеден шығып кетті. Раушан апа келесі күні келді. Жексенбі күні таңертең. Әйгерім мен Азамат асүйде кофе ішіп отырғанда, есік қоңырауы ұзақ, табанды түрде шыр-шыр етті. Азамат селк ете қалып, Әйгерімге қарады. Бұл сол. Аш. Ол есікке барды, ашты. Енесі дәлізге дауылдай болып кірді. Қып-қызыл, шашы ұйпа-тыйпа, көзі жанып тұр. Әйгерімді көре сала, саусағын шошайтып. Сен, деді түкірігі шашырап. Бәрін істеп жүрген сен. Мені аңдып, менің істеріме араласып, баламды маған қарсы қойған сен. Сәлеметсіз бе, Раушан апа, деді Әйгерім сабырлы. Сәлем емес,
деп шаң етті енесі. Сен менің түсінбей тұр дейсің бе? Сен мені ұлымнан айырғың келеді. Жаман ана қылып көрсеткің келеді. Бірақ мен жол бермеймін. Естідің бе? Жол бермеймін. Ол ентігіп ас үйге өтті де ортада тұрып қалды. Азамат соңынан кіріп есікті жапты. Мама, тынышталшы. Тынышталмаймын. Раушан апа оған бұрылды. Азамат, ол мені аңдыған. Біреуді жалдап, менің шоттарымды ақтарған. Бұл заңсыз. Бұл заңды, деп қарсы шықты әйгерім. Барлық құжаттар заңгер арқылы ресми түрде алынған. Қандай заңгер? Деп тулады енесі. Сенің хақың жоқ. Хақым бар. Сіз менен 3 ай бойы ақша сорып алғанда, менің сіздің қаржылық жағдайыңызды тексеруге толық құқығым болды. Сорып алған? Раушан апа қызарып кетті. Мен көмек сұрадым. Менде шынымен қиындықтар болды. Қандай қиындықтар? Әйгерім телефонын алып, суретті ашты. 1.200.000 Түркиясы ма қиындық? Енесі үндемей қалды. Экранға қарады, теріс айналды. Бұл менің ақшам. Қалай жаратам өзім білем. Білесіз, деп келісті әйгерім. Бірақ онда ипотека төлейтін ақшам жоқ деп маған хабарласпаңыз. 200.000 талап етпеңіз. Банк қорқытып жатыр деп өтірік айтпаңыз. Мен өтірік айтқан жоқпын. Банк шынымен... Банк ештеңе деп жатқан жоқ, деп бөліп жіберді әйгерім. Өйткені сіздің шотыңызда 24 миллион бар. Сіз айына 290.000 пайыз аласыз. Плюс 140.000 зейнетақы. Сіз ипотеканы қиналмай төлей аласыз. Бірақ сіз өз ақшамды құртқанша бөтендікін алайын деп шештіңіз. Азамат, менің ұлым, деп айқайлады енесі. Ол маған көмектесуге міндетті. Міндетті. Егер сенде шынымен проблема болса, деді Азамат. Ал сенде проблема жоқ, мама. Сен жай ғана сараңсың. Раушан апа оған бұрылды. Жүзі өзгеріп, зұлым, жыртқыш кейіпке енді. Ах, солай ма? Демек, мен сараң екенмін. Ал сені кім өсірді? Екі жұмыста кім істеді? Оқуыңды кім төледі? Киіміңді кім алып берді? Сен, деп бас шұлғыды Азамат. 20 жыл бұрын. Мен ол үшін ризамын, шын айтам. Бірақ бұл саған қазір мені алдауға құқық бермейді. Менің әйелімнің ақшасын сорып алуға құқық бермейді. Әйелің? Деп мырс етті енесі. Ол сені байқұс екеніңді білген күні тастап кетеді. Мен одан мені асырауды сұрап отырған жоқпын, деп араласты әйгерім. Мен екеумізді өз жалақымен асырап отырмын. Ал сіз менің есебімнен күн көргіңіз келді. Ах, солай ма? Раушан апа оған бұрылды. Жарайды. Ендеше тыңдап ал, келінжан. Мен барлық туыстарға, Азаматтың жұмысына, достарына, көршілерге, бәріне сенің қандай екеніңді жаям. Қарт енесіне бір тиын бермей, көшеге қуған қатыгез, сараң келін деп айтам. Көреміз сосын жұрттың бетіне қалай қарайтыныңды. Айта беріңіз, деді әйгерім сабырлы қалпын бұзбастан. Ал мен оларға құжаттарды көрсетемін. Сіздің 25 миллионға сатқан пәтеріңіздің шартын, депозит өзіндісін, ләззатқа жазған хаттарыңызды, Түркиядағы суреттеріңіз бен турдың бағасын. Жұрт көрсін кімнің шын мәнінде сараң, кімнің өтірікші екенін. Ұят кімге болар екен? Енесі аузын ашып барып қайта жапты. Тығырыққа тірелгенін түсінді. Жүзі сұрланып, көзінен өшпенділік ұшқыны шашырады. Сендер бұған өкінесіңдер, деп ысылдады ол. Мен бұны кешірмеймін. Мама, кетші, деп өтінді Азамат. Жай ғана кетші, өтініш. Раушан апа сөмкесін жұлып алып, есікке қарай ұмтылды. Табалдырықта тоқтап, артына бұрылды. Азамат, егер сен қазір мен емес, оны таңдасаң, бұдан былай маған бала емессің. Бұл бопсалау, мама, деді ол ақырын ғана. Және ол енді іске аспайды,
Ол есікті тарс жауып шығып кетті. Азамат пен Айгерім бөлменің ортасында қалды. Терезе сыртында жел ұлып, сарғайған жапырақтарды асфальтқа үйіріп жатыр. Күз суық, сұрғылт, аяусыз. Ол қайтып келе ме? Деп сұрады Айгерім. Білмеймін, деді Азамат. Бірақ келсе де кешірім сұрап келмейді. Ол қатесін мойындай алмайды. Айгерім терезеге жақындап төмен қарады. Енесі подъездің алдында тұр екен. Жүйкелене темекі шегіп телефонына қарады да, кілт бұрылып, аялдамаға қарай жүріп кетті. Айгерім оның қарасы бұрылыстан жоға қалғанша қарап тұрды. Енді не істейміз деп сұрады Азамат артынан. Күтеміз, деді Айгерім. Не ол бізді жайымызға қалдырады? Не басқа біреу арқылы қысым жасауға тырысады? Туыстарға, достарға шағымданады, жылайды. Бізді құбыжық етіп көрсетеді. Онда ше? Онда мен барлық құжаттарды ресми түрде туыстарға, WhatsApp чаттарға жіберемін. Бәрі шындықты білсін. Азамат келіп оны артынан құшақтады. Иегін иығына қойды. Кешір мені. Саған сенбегенім үшін, оны қорғағаным үшін, соңғы ақшаңды беруге мәжбүрлегенім үшін. Сен білмедің ғой. Білуім керек еді. Саған сенуім керек еді. Сен менің әйелімсің. Ал мен анамды таңдай бердім. Айгерім бұрылып, оның көзіне қарады. Ең бастысы, қазір сен мені таңдадың. Ол басын шұлғып, қаттырақ құшақтады. Олар ұзақ уақыт үнсіз тұрды. Терезе сыртындағы жел мен үйдегі тыныштықты тыңдап. Көп айдан бері алғаш рет Айгерім жеңілдегенін сезді. Қуаныш емес, бақыт емес, жай ғана жеңілдік. Шындық ашылды. Бәрі өз орнына келді. Үстел үстіндегі телефон дірілдеді. Айгерім барып, экранға қарады. Раушан ападан хабарлама. Ашты. Қысқа әрі зәрлі. Сендер әлі өкінесіңдер. Мен кек алудың жолын табамын. Саған не керек? Деп ақырды Раушан апа. Ақшанды қайтарғанымды қалайсың ба? Қалаймын, деді Айгерім. Мен бұл қағаздарды Азаматтың жұмысына, оның достарына және сіздің туыстарыңызға жіберемін. Немесе сіз маған 450 мың теңгені, менің салған барлық ақшамды ертең кешке дейін қайтарасыз. 450 мың? Енесі одан сайын бозарып кетті. Менде ондай ақша қайдан болсын? Депозиттен, деді Айгерім міз бақпастан. Сізде онда 24 миллион бар. 450 мың бұл 2%-ға да жетпейді. Сіз тіпті байқамайсыз да. Бұл менің ақшам. Сіз оны алдыңыз. Енді қайтарыңыз. Раушан апа ас үйде әрлі-берлі жүріп, қолын сермеп, бірдеңелерді күбірледі де тоқтап Айгерімге қарады. Ал қайтармасам ше? Онда ертең барлық таныстарыңыз сіздің бізді 3 ай бойы қалай алдағаныңыз туралы толық сипаттамасы бар құжаттарды алады. Біз бардан жоп жасап отырғанда, сіздің Түркияда қыдырғаныңызды біледі. Меніңше бұл өте қызықты оқу құралы болады. Әсіресе, сіз мақтануды жақсы көретін құрбыларыңыз үшін. Қандай ақылдысың? Деді енесі, Айгерімге жек көрушілікпен қарап. Бірақ үндемеді. Жеңілгенін түсінді. Ертең кешке дейін, деп қайталады Айгерім. Әйтпесе рассылка жасаймын. Раушан апа бұрылып есікке беттеді. Табалдырықта тоқтап, Азаматқа қарады. Сен соны таңдадың. Осыны ұмытпа. Ол сен тастап кеткенде маған келме. Сені көргім келмейді. Өзің біл, мама, деді Азамат ақырын. Енесі есікті тарс жауып кетіп қалды. Айгерім мен Азамат ас үйде қалды. Үнсіз. Терезе сыртындағы күзгі желдің дауысы мен жапырақтардың сыбдырын тыңдап тұрды. Қайтарады деп ойлайсың ба? Деп сұрады Азамат. Қайтарады, деді Айгерім сенімді. Ол беделін тым жоғары бағалайды. Ұят болады дегеннен қорқады. Шындықтың ашылғанын қаламайды. Ол дұрыс айтқан екен. Таңертең оның Каспиіне аударым түсті. Тура 450 мың теңге. Хабарламасыз, қоңыраусыз, жай ғана ақша.
Айгерім телефон экранына қарап, бір түрлі жеңілдік сезінді. Қуаныш емес, жеңіс емес, жай ғана жеңілдік. Оның ақшасы қайтты. Еңбекпен тапқан, жинаған, үнемдеген ақшасы. Енесі тартып алып, өз қызығына жұмсаған ақшасы. Түсті, деді ол Азаматқа экранды көрсетіп. Ол бас шұлғыды, үндемеді. Үстел басында кофе ішіп, терезеге қарап отыр. Айгерім жанына отырды. Не істейсің? Білмеймін, деп мойындады ол. Ол менің анам, бірақ осыдан кейін кешіре алам ба, білмеймін. Кешірме, деді Айгерім. Жай ғана онсыз өмір сүр. Ал егер ол тағы хабарласса ше? Тұтқаны көтерме. Немесе көтер де, әңгіме бітті деп айт. Ол өз таңдауын жасады. Сен өзіндікін жасадың. Азамат оған қарады. Сен саған сенбегенім үшін ренжулсің бе? Ренжідім, деді Айгерім шынын айтып. Қатты. Бірақ қазір бұл соғыстан, өтіріктен, бәріне шаршадым. Қалыпты өмір сүргім келеді. Жоспар құрып, армандағым келеді. Ертең шешең хабарласып, тағы ақша талап етеді деген қорқынышсыз өмір сүргім келеді. Енді талап етпейді, деді Азамат нық. Уәде беремін. Егер хабарласса, өзім айтам. Қатты айтам. Айгерім бас шоғыды, телефонын алып, туроператордың сайтын ашты. Сол баяғы Грекия, Санторини, ақ үйлер, көк күмбездер, теңіз. 2 адамға 1 апта. Қыркүйекте бірмені 200 000 теңге. Оның шотында қазір 450 000 бар. Плюс жалақыдан қалғаны. Жетеді. Осынша уақыт армандаған демалысына жетеді. Барамыз ба? Деп сұрады ол Азаматқа экранды көрсетіп. Ол суреттерге қарап жымиды. Көп күннен бері алғаш рет шын жүректен жымиды. Міндетті түрде барамыз. Айгерім турды келесі күні брондады. Қыркүйектің ортасы. Барқыт маусымы. Теңіз жылы, туристер аз, баға төмен. Ұшуға 1 ай бар. Тұтас бір мәңгілік. Бірақ сонымен бірге тұтас 1 ай үміт. Раушан апа енді хабарласқан жоқ. Сол күні де, келесі күні де, 1 аптадан кейін де. Үнсіз қалды. Айгерім енесінің кешірмегенін, көнбегенін, жай ғана бұғып қалғанын білді. Бәлкім мәңгілікке, бәлкім келесі шабуылға дейін. Бірақ Айгерім дайын еді. Кез келген нәрсеге. Ол кешкісін ас үйде шай ішіп, телефонға бронь расталған хабарламаға қарап отырды. Грекия, Санторини. 2 кісілік апта. Оның демалысы, оның арманы. Ол бұны қатаң, суық, есеппен, енесін аямастан, күмәнданбастан қорғап қалды. Жай ғана өзінікін қайтарып алды. Терезе сырты қараңғы. Азамат бөлмеде теледидар қарап отыр. Бір жерде ит үріп жатыр. Өмір жалғасуда. Қарапайым, тұрмыстық. Өз қиындығы мен қуанышы бар өмір. Бірақ енді бұл өмірде өтірікке орын жоқ. Манипуляция мен талап қоятын енеге орын жоқ. Тек ол, Айгерім және Азамат бар. Және өздері құратын болашақ бар. Айгерім шайын ішіп болды. Шынаяқты жуды. Ас үйдің жарығын сөндіріп, бөлмеге өтті. Диванға Азаматтың жанына отырды. Ол оны құшақтап, өзіне тартты. Олар экранға қарап, бірақ не көрсетіп жатқанын көрместен үнсіз отырды. Ақыры бірге болды.